Менікі енді араласып жатыр. Қолым нашар. Қарап жіберерсіздер енді. Реті бар сияқты. Сіздің айтқан конспектіңізбен қатар келіп отыр енді менікі. Батырлар әр кезде ел есінде. Біздің заманымыздың батырлары елдің қорғаны. Әрқашан деген енді сөйлемді сосын жөндейсіз ғой, асығыс жазылған, е? Менің ойымша қазіргі заманымыздың батырлары елі үшін адал қызметін атқарып жүрген азаматтарды айтуға болады. Елі үшін дұрыс. Енді батырлар әр кезде ел есінде. Біздің заманымыздың батырлары елдің мына жерде біздің заманымыздың батырлар әр кезде ел есінде, әр заманның өз батыры болған деп жазсаңыз жақсы болады. Әр заманның өз батыры бар. Былай ғой әріптестер, мысалы сіз 25 сөйлем жазсаңыз эсседе, 25 сөйлеміңіз бірінен бірі ажырамау керек. 25 сөйлем бәрі қолдарынан ұстап тізбектеліп тұру керек. Бірінен бірі ажырап қалмайды. Ол қалай болады? Ол сіз эсседегі логикалық ойды үзіп алмасаңыз, сонда сіздің 25 сөйлеміңіз бірінің қолынан бірі ұстап тұрады. Мысалы, мына жерде батырлар әр кезде ел есінде. Біздің заманымыздың батырлары дегеннің ортасында бірден бір кішкене ойық пайда болып қалды. Батырлар дегені ежелден басталады ғой. Сол ежелмен біздің заман екеуінің арасында бір кішкене ойық сияқты бір ой қалып қалды. Сондай ойық болмас үшін, үзіліп қалмас үшін. Мысалы, былай жазуға болады. Батырлар әр кезде ел есінде, әр заманның өз батыры болады. Біздің заманымыздың батырлары елдің қорғаны. Менің ойымша, қазіргі заманымыздың батырлары елі үшін адал қызметін атқарып жүрген азаматтарды айтуға болады. Біздің заманымыздың батырлары елдің қорғаны деген жерде де кішкене жалпылама кетіп тұр. Әр заманның өз батыры болады деп келіп, мысалы, ежелгі кездегі батырлар қарумен алған елдің бостандығын, теңдігін, азаттығын күшпен алған, ал қазіргі заманның батырлары, біздің заманымыздың батырлары адал ісімен алған деген сияқты ойда тұр. Бірақ ол заманның батыры да қай заманның батыры болсын адал қызметімен алған ғой. Кім адал қызмет етсе отанына, еліне, сол батыр болады. Енді көрдіңіз бе, ой жан-жаққа қарай шашырап кетіп жатыр. Осындай болмас үшін мынандай сөздерге кішкене сақ болу керек. Мысалы, менің ойымша қазіргі заманымыздың батырлары елі үшін адал қызметін атқарып жүрген азаматтарды айтуға болады. Қазіргі заманымыздың батырлары. Ал енді осы жерде ойлап қараңызшы. Қай заманның батыр болса да, елі үшін адал қызмет еткендіктен батыр болған. Сіздің эссеңізді оқыған кезде оқып отырған адам сондай ой айтады бірден. Қай заманның батыры болса да, елі үшін адал қызмет еткендіктен батыр болған. Міне осындай ойларға сақ болыңыздар. Сонда сізден біздің заманымыздың деп тұрғанда, сіз біздің алдымыздағы замандағы батырлардан, дәл біздің заманымызда кім батыр бола алады, соның айырмашылығын табуыңыз керек. Мына жерде, мысалы, эссенің тезісінде елі үшін адал қызметін атқарып жүрген деген кішкене дәл осы заманның батырлығына онша келмей тұр. Ойланыңыз. Неге ойланыңыз деп тұрмын? Өйткені батыр қай заманда да еліне адал қызмет еткені үшін батыр болған. Мен толық салып жіберейінші, апай? Менікі деген конспектімен араласып жатыр. Мен бөлек жазып отырмын міне. Біздің мына осы сіздікі ме еді, мен қазір оқиын деп жатқан? Міне енді салдым. Жарайды, онда жинақтап аласыз, Енді онда басқасын оқи берейік.
Батырлар ел қорғаны, әр салада да өз батырлар кездеседі. Менің ойымша біздің заманымыздың батырлары деп адамның басына қиындық түскенде өміріне қауіп төнгеніне қарамай тәуекелге баруы. Міне болды. Кіріспе тамаша құрылды. Міне, енді қараңыздар, неше сөз болады, бұл есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Енді бұл жерде сіздің сөз саныңызға қатты қадалмаймын. Менің мақсатым не болып тұр? Менің мақсатым сіздің кіріспе бөлімді қоюды түсінуіңіз. Түсіндіңіз ба, жоқ па? Соған жеткізу болып тұр. Дәл осы менің мақсатым бойынша сіз кіріспе бөлімді дұрыс қойып, дұрыс түсініп тұрсыз. Бірінші, сіз не туралы деген сұраққа жауап бердіңіз. Екінші, мәселесі, сол эссе тақырыбының мәселесі туралы ой айтып жатырсыз. Әр салада да өз батырлары кездеседі деп. Енді осы ойды кішкене тағы да 1-2 сөйлеммен ашық айту керек. Толықтырып. Содан кейін бар, менің ойымша біздің заманымыздың батырлары деп адамның басына қиындық түскенде, өміріне қауіп төнгеніне қарамай тәуекелге баруы. Енді бұл жерде көрдіңіз бе, біздің заманымыздың батырлары, ол ona өміріне қауіп төнгенде, басына қиындық түскенде, өміріне қауіп төнгеніне қарамай тәуекелге бару деген қай заманда да болған? Қайсы заманда алсаңыз да, батыр өзінің басына қиындық түскеніне қарамастан, өміріне қауіп төнгеніне қарамастан, басқаны қорғайды, елін қорғайды, жерін қорғайды. Міне, сіздерге бағана айтқаным осы, тезисті қоюда өте сақ болыңыздар. Эссенің тақырыбында сұрап тұр сізден, біздің заманымыздың батыры деп. Көрдіңіз бе, қазіргі заманда сіз қалай батыр бола аласыз? Мынау егер сіз былай деп қулықпен шығып кетуіңізге болады. Оқушылар да солай қулықпен шығып кетеді, былай деп айтады. Менің мына сөзді былай деп айтады олар. Әр салада да өз батырлар кездеседі деген жерде ол былай деп айтады. Адамның басына қиындық түскенде, өміріне қауіп төнгеніне қарамай тәуекелге бару батырдың ісі. Ол қай заманда да болған. Біздің заманымызда да сондай батырлар бар деп жазсаңыз, сізде ешкім жоқ, сіз дұрыс жазбай тұрсыз деп айта алмайды. Өйткені сіз сол ойды қадап қойдыңыз. Қай ойлармен, алдыңғы айтқан ойларыңызбен тезисіңізді өзіңіз мықтап қойып алдыңыз. Әлді тезис, әлсіз тезис деген болады. Сіздікі қазір мына жерде әлсіз болып тұр, өйткені сіз өзіңіздің тезисіңізді қорғайтын ойларды алдында жазбай кеттіңіз. Мен сол үшін сізге сондай сұрақ қойдым. Мен мына жазғанымды қалай саларымды білмей тұрмын. Адамның басына қиындық түскенде, өміріне қауіп төнгеніне қарамай тәуекелге бару кез келген заманда, кез келген батырдың ісі деп мен сізге соны мына жерден теріске шығарып қойдым. Неге? Мен теріске шығарамай, мысалы, сіздің эссеңізді оқып отырсам, мен теріске шығарамай, егер сіз былай деп жазсаңыз. Әр салада да өз батырлары кездеседі. Өзінің адамның басына қиындық түскенде, өміріне қауіп төнгеніне қарамай тәуекелге бару, батырлық. Бұл қай заманда да батырдың ісі болған. Сол сияқты осы заманда да сондай батырлар. Өз өміріне қауіп төнгеніне қарамай батырлық іске баратындар бар десеңіз, мен сіздің тезисіңізді теріске шығарамай қалам. Өйткені сіз алдында қорғап қойдыңыз оны. Ал сіз алдындағы ойларда ешқандай қорғамай келіп бірден мынандай тезис қойсаңыз, мен сіздің тезисіңізді теріске шығара аламын. Міне сондықтан тезис қояр кезде өте сақ болу керек. Мен жазғанымды кешіріңіз, фотоға түсіріп жіберуді білмей тұрмын. Оқып көрейінші, тезиске жата ма, қараңызшы. Қазір тұра тұрыңыз, қазір тұра тұрыңыз. Бірінші мына жердегілерді оқып алайын, содан кейін сіз оқыңыз, Міне, фотоға түсірмедіңіз бе? Қайда жазып едіңіз? Мен қағазға жазып отырмын, соны қалай түсіретінді білмей тұрмын. Қалай сіздерге жіберетінді. Телефонға түсіріп жібере алмадыңыз ба? Жоқ, осы зуммен мен жұмыс жаса көрмегенде, сонда қалай фотоға түсіріп сіздерге қалай салатынды ұқпай тұрмын да.
Онда қазір сіз онда сіз соңына қарай оқисыз, сол кезде тыңдаймыз сізді. Менің ойымша біздің заманымыздың батырларының қатарына өрт сөндірушілерді жатқызар едім. Себебі тілсіз жау өртпен арпалыса жүріп адам өмірін құтқарады. Мысалы, тура осылай жазатын әріптестер болады. Эссені тура осылай бастайтын әріптестер болады. Бірден. Сіз мысалы эссеңізді тезистен бастадыңыз. Тезистен бастаған эссе, ол толық эссе болып есептелмейді. Кіріспе бөлімі толық эссе болып есептелмейді. Тезистің алдында сіз эссенің тақырыбы туралы түсінік беруіңіз керек. Эссенің сұрап отырған мәселесі туралы түсінік беруіңіз керек. Содан кейін барып тезис қоюыңыз керек. Енді мысалы мына жерде өрт сөндірушілер жатқызар едім, себебі тілсіз жау өртпен арпалыса жүріп адам өмірін құтқарады деген мысалы осы заманның батырларына келіп тұр еді. Қазір біздің заманымызда көбінесе өрт сөндірушілерді батыр деп есептеп жатыр ғой. Бұл келеді енді. Ежелгіде мысалы қару ұстап, қылыш ұстап, жауға шауып жатқан ешкім жоқ. Қазіргі бейбіт өмірдің батырлары ғой бұлар. Бейбіт өмірдің батырлары деп осы қазіргі заман, біздің заманымыз қазіргі кезде бейбіт өмірдің өзінде де өрт сөндірушілерді батыр деп айтар едім десеңіз, мысалы тезісте тамаша келіп тұр. Бірақ сіз тезістен бастап тұрсыз, алдыңғы екі сөйлемді эссе тақырыбын түсінген туралы сөйлеммен эссе тақырыбының мәселесін қосыңыз. Перизат мұғалім деп. Менің ойымша. Бұл жазылды ғой алдында, просто мынан бөлек жазған ғой. Сосын бөлек кетіп қапты. Бөлек кетіп қалды. Сізде алдыңғысы қай жақта тұр? Оны мен жазғаным жоқ жерге, өзімде тұр. Міне, Перизат мұғалім алдыңғысын оқып жатыр. Батыр дегеніміз отанын, елін жаудан шапқыншылықтан қорғап, жанын пида етуге дайын тұратын адам. Менің ойымша бүгінгінің батырлары бұрынғы Қанжығалы, Бөгенбай, Қаракерей, Қабанбай, Наурызбай батырлар болса, Ұлы Отан соғысы кезінде қазақ халқынан Бауыржан Момышұлы, Талғат Бегелдиев, Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова сынды батырлардың қазақы жүрегін сөндірмей, елі үшін соққан жүректерін жалғастырушылар деп білемін. Енді сіз тезиске келуіңіз керек. Енді сіз мына жерде көрдіңіз бе, ретімен келе жатырсыз. Ежелгі батырлардың, анау жоңғар шапқыншылығы кезіндегі батыры, Ұлы Отан соғысы кезіндегі батырды айтып келе жатсыздар, сатылап. Енді осы сатылаудан кейін біздің заманымыздың да батырлары жетерлік деген сияқты. Одан кейін тезис қоюыңыз керек. Бұлай негізінде сіз, мына жерде менің ойымша деп, менің ойымша деген сырма сөзді тезис қояр кезде айтыңыз, тезис, яғни эссенің сұрағына жауап беретін кез айтыңыз, менің ойымша деп. Оған дейін менің ойымша деп жауап бермеңіз. Жақсы, міне жақсы келе жатырсыздар, кіріспе бөлімді дұрыс түсініп отырсыздар. Менің ойымша мына бейбіт заманда қиналған жанға дер кезінде көмек беретін жандарды батыр деп айтуға болады. Қазіргі батырлар қатарынан ұстаздарды, дәрігерлерді, құтқарушыларды, өрт сөндірушілерді көре аламыз. Сіз тезистен бастадыңыз. Алды басша Жазира апайда. Алдыңғы бас жағында бар ма? Жоқ, бас жағында жоқ. Жоқ, да? Иә, Жазира апай, сіз тезистен бастадыңыз. Алдыңғы екеуін тастап кетпеңіз. Эссе тақырыбын түсінген туралы сөйлем, және эссенің сұрап тұрған мәселесі. Соны тастап кетпеңіз. Кеш жарық, кешіріңіздер, мен басын бай бастағанмын. Біздің заманымыздың батырлары деп кімдерді айтамыз? Сұрақпен бастадым да. Батырлық ерлік көрсету болып табылады. Яғни осы заманда кімнің әрекетін ерлік деп тануға болады деп бастағам. Мен оны жібермедім. Дәптерге жаздым. Оны жібермедіңіз. Енді сол сіздің оқығаныңызбен қазір салыстырып көрейік, қалай болып тұр. Сұрақпен бастадыңыз. Содан кейін менің ойымша деп жаздыңыз, Иә? Келіп тұр. Келіп тұр. Сіз тезисті ғана жіберіп отырсыз ғой сонда. Иә, мен жаңағыны дәптерге жазғасын, оны фотоға түсіріп жібермей едім. Жіберсем де болады, Батырлар қашанда ел қорғаны, заманымыздың батырлары өте көп. Әр батыр өзінің дәрежесінде. Менің ойымша біздің заманымызда да, осыған дейінгі заманымызда да еліне, жеріне жаны ашитын, әділ ел мүддесін көздейтін жандар. Еліне, жеріне жаны ашитын, әділ
әділ ел мүддесін көздейтін жандар, батырлар, иә? Аяқталмай қалған ғой ой кішкене. Міне сонда бір сөйлем түсінген туралы сөйлем, екі сөйлем мәселе. Заманымыздың батырлары өте көп. Әр батыр өзінің дәрежесінде. Жарайды, жақсы. Стилистикалық, сөйлемді шамалы не істеу керек, түзету керек. Енді жоқ, мен сіздердің сөйлемдеріңізге, оның құрылымына қарап отқан жоқпын. Мен сіздердің эссенің құрылымын түсінгендеріңізді қарап отырмын. Ойымыз дұрыс болсын. Ойларыңыздың логикалық жүйесін, ойды беруді, кіріспені қоя білуді қарап отырмын. Міне сөйлеміңіз дұрыс. Міне құрылым бойынша бастадыңыз, не туралы деген сұраққа, кім туралы деген сұраққа жауап бердіңіз. Ол эссе тақырыбының мәселесі туралы түсінігіңізді, ойыңызды айтып келіп барып, тезиске түстіңіз. Міне сонда бірін-бірі жалғастырып тұр. Мына жерде мысалы сіз біздің заманымызда да, осыған дейінгі заманымызда да еліне, жеріне жан ашитын, әділ ел мүддесін көздейтін жандар, батырлар деген сөз ғой. Енді қараңыз, егер сіз мына жерде біздің заманымызда еліне, жеріне жаны ашитын, әділ ел мүддесін көздейтін жандар, батырлар десеңіз, онда сіздің тезисіңіз қабылданбайтын еді. Неге екенін білесіз бе? Батырлар әрқашанда осындай әрекеттермен, істерімен батыр болады. Осындай істерімен, әрекеттерімен. Қай заманда болса да. Сіз бұл жерде тезисіңізді қабылдатып, мойындатып тұрсыз. Осыған дейінгі заманымызда да деген мына сөзіңізбен ғана. Ал егер осыған дейінгі заманымызда деген мына сөзіңіз жоқ болса, онда сіздің тезисіңіз эссе тақырыбының, яғни эссенің сұрағына дұрыс жауап бермеген тезис болып есептелетін еді. Сіздерге тезиске өте сақ болыңыздар деп отырған осы себепті. Былай деп айтады ғой, мысалы, эссе тақырыбынан алшақтаған дейді ғой. Эссе тақырыбынан алшақтаған деген осыдан шығады. Эссе тақырыбында, мысалы, біздің заманымыздың батырлары кімдер дегенде, сіз былай деп айтсаңыз, менің ойымша, біздің заманымызда еліне, жеріне жаны ашитын, әділ, ел мүддесін көздейтін жандар, батырлар деп айтсаңыз, оқып отырған адам бірден айтады. Еліне, жеріне жаны ашитын, әділ, ел мүддесін көздейтін жандар ол тек біздің заманымызда емес, ол кез келген заманда батыр болған. Неге ол кез келген заманда батыр болып есептелген адамның іс-әрекетін неге біздің заманымызда ғана деп көрсетіп тұр? Деп бірден сіздің тезисіңізге қадалып, эссе тақырыбына дұрыс тезис қоймаған, эссе тақырыбынан алшақтап кеткен деп ұстайды. Сіз сондай эссе тақырыбынан алшақтап кеткен деген